Сәлем, ассалаумағалейкум. Сіздермен бүгін Pinduoduoдан размерді қалай таңдауды үйретем. То есть көрсетем, қалай мен өзім солай істеймін, солай всегда дұрыс шығады. Мен бағана дайындалғанмын мына жерде. Мысалы, таңдайық бір киім. Менің алдында заказ берген заттарымды көрсетейін. Алдында заказ берген заттарыңызды мынау неге бассаңыз мына жерге. Мына жерді басасыз мына. Қазір көрсетемін. Мына тұр ғой, осыны бассаңыз алдында заказ берген заттарыңыз бәрі шығады. Сол жерден мынандай екеу болып тұрса, мынандай екі знак болса, мен қытайшаны аудару керек. Мен бірақ өзім білемін да көзімше. Осы екеу тұрса, значит, бұл ақшасы төленбеген деп сөз. А мынандай үшеу болса, біреу, екеу, үшеу болса, онда мынау зат төленген. Бұл зат келе жатыр деген сөз. То есть алынған заттарды айтады да. Мысалы, мен нан алдым, мына юбканы алдым. Сосын мына затқа заказ бердім, бірақ мен возврат болған менде осы зат. Төмен түсейік. Sonra мен осы заттардың бәрін алған. Мына шалбар, мына екеуін көрдім да, бірақ мен заказ берген жоқпын. Передумала деседі ғой. Балаларға осыларды заказ бергем. Енді қазір көрсетейін, қалай размер дұрыс таңдауға. Мысалы, мынаған басасыз, домой деп тұр ғой. Сол жерден бір киім таңдайсыз, алдында заказ берген зат. Мысалы, мына екеуі тұр, мынандай екі водолазка. Осы мына біреуін таңдайық. Төмен түсеміз, магазинді қараймыз. Магазин ол төмен түседі мына. Мына жұлдызшаларды қарайсыз. Жұлдызша нормально бізде 4,5 деп тұр. Төмен түсеміз. Мынау завод сияқты өткені. Магазиннің полный цвет просветкаларын бәрін көрсеткен да мына жерде. Енді размерді өлшеп көрсетейін сізге. Сосын көбінесе мына жерде адамдардың алғандарын несін қараңыз, фотоларын. Осылай сізде зат алып, осылай фотоға түсіріп жіберсеңіз, сізге де